есімім Ақылбаева Шынар Ақылбайқызы. 3 ай бұрын Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы болып тағайындалдым. Сот жүйесіндегі еңбек жолымды аудандық сотта жетекші маманы ретінде бастадым. Жалпы сот саласына еңбек өтілім 15 жылдан асады. Осы уақыт ішінде бірінші апелляция және кассация сатыларда түрлі лауазымдарда қызмет атқарып, мол тәжірибе жинақтадым. Еңбек жолында талап қою арызын тіркеуден бастап, заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарау туралы ұсынымдарды әзірлеуге дейінгі жұмыстарға қатыстым. Бұл сот қызметінің барлық кезеңдерін терең меңгеруге мүмкіндік береді. Судья болып тағайындалғанға дейін мен Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының әкімшілік істер жөніндегі сот алқасы хатшылығында бас консультант болып 6 жыл жұмыс істедім. Осы кезеңде жоғарғы сот судьяларының кәсіби қызметінен үлкен тәжірибе жинақтап, сот төрелігін жүзеге асырудың маңызды мен жауапкершілігін терең түсіндім. 2025 жылғы 29 мамырда Қазақстан Республикасы жоғарғы сот кеңесінде біліктілік емтиханын сәтті тапсырдым. Кейін бос судья лауазымдарына жарияланған конкурсқа қатысып, оның қорытындысы бойынша Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы қызметіне ұсынылдым. Конкурстық іріктеудің ашық, әділ және объективті ұйымдастырылғанын ерекше атап өткім келеді. Барлық кезеңде кандидаттардың кәсіби және жеке қасиеттерін жан-жақты бағалауға мүмкіндік береді. Осы ретте судьялық корпусқа іріктеудің ашық жүйесін қалыптастырылып, кәсіби мамандарға мүмкіндік жасап отырған жоғарғы сот кеңесіне алғысымды білдіремін. Қазақстан Республика президентінің 2026 жылғы 2 наурыздағы жарлығымен аталған соттың судьясы болып тағайындалдым. Судья лауазымы мен үшін үлкен жауапкершілік. Сондықтан әрбір істі мұқият қарап, заң мен әділдік қағидаттарын басшылыққа ала отырып, шешім қабылдауға бар күш-жігерімді саламын. Алдағы уақытта да кәсібилік, әділдік және адалдық қағидаттарын берік ұстана отырып, сотқа деген қоғамдық сенімді нығайтуға өз үлесімді қосуға ұмтыламын.